Той қашан болады? Әлі емес апай. Неге? Айттыңыз осы жаңа жетістіктерге жет деп, жетейін да жетістіктерге сосын бірақ деймін. Сәлем достар, бұл жас маман мен бір кесе шай атты бейне подкаст. Мұнда біз еңбек жолын жаңадан бастап келе жатқан жас мамандардың шынайы оқиғаларын, тәжірибелері мен армандарын, тілектерін бірге тыңдайтын боламыз. Бүгінгі бейне подкасттың жүргізушілері Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандығының 4-ші курс студенті Амина Серікқызы. Сәлеметсіздер ме? Және Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Әсем Мейрамхановна. Рахмет. Бүгін біздің қонақта кеше ғана студенттік өмірмен қоштасып, үздік қызыл дипломын қолына алып, бүгінгі таңда өз мамандығымен жас маман атанып отырған, жүрегі балаға толы, энергиясы тасып жүретін біздің аяулым Нариман қызы. Сәлеметсіз бе, Әсем Мейрамхановна, шақырғандарыңызға үлкен рахмет, қуаныштымын. Аяулым Нариман қызы, енді ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қайда оқыдыңыз, қайда жұмыс жасайсыз? Менің аты жөнім Сейтқазинова Аяулым Нариман қызы. Мен осы Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының 2025 жылғы түлегі боламын. Және де осы подкасты пайдалана отырып, Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің ұжымы ұстаздарына сәлемімді жолдауға рұқсат етіңіздер. Ал енді жұмыс орныма келетін болсақ, мен осы Өскемен қаласындағы номер 15-ші Рахат балабақша бөбекжайында тәрбиеші мамандығы бойынша жұмыс жасаймын. Мен тәрбиешімін. Аяулым Нариман қызы, осы тәрбиеші мамандығын таңдауға не себеп болды? Менің бала күнгі арманым ұстаз болу еді. Және де осы балабақшадағы тәрбиеші мамандығын таңдау себебімнің ең басты себепкері менің анам. Өте жақсы. Аяулым Нариман қызы, біз қазір колледж қабырғасында өте көптеген тәжірибеден өтіп жүрміз. Ал сіздің алғашқы тәжірибеден өткен күніңіз қалай өтті? Соның әсерін айтып жіберсеңіз. Иә, ең алғашқы тәжірибеден өткен күнім әлі есімде. Әсем Мейрамхановна, сіздің жетекшілігіңізбен біз әртүрлі балабақшалардан, түрлі іс тәжірибелерден өткен болатынбыз. Ал енді ең алғашқы әсеріме келетін болса, балабақша жұмысымен танысып, кішкентай бүлдіршіндерді көргеннен кейін тәрбиеші мамандығы менің жүрегімнің қалауы екенін түсіндім. Тамаша. Өте жақсы. Бейне подкасты ары қарата жалғастырсақ, аяулым, жалпыда осы мамандықпен 1-ші курсқа жаңадан түскен білім алушыларға және де 4-ші курс білім алушыларына қандай кеңес берер едің? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Енді осы мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша оқып жатқан білім алушыларға айтар кеңесім, бұл мамандық қызығы мен қиындығы бірге жүреді. Және де тәрбиеші мамандығы жауапкершілік пен мейірімді талап ететін болғандықтан, оқуларын аяқтағаннан кейін балабақшаларға өз мамандықтары бойынша жұмысқа кіріп, балаларды тәрбиелеп, Қазақстанның болашағын жарқын болуына бірге үлес қосайық дегім келеді. Өте жақсы, рахмет. Бүгінгі бейне подкастының қызықты айдары блиц сұрақтар. Аяулым Нариман қызы, сіз сұрақтарға тез және бір сөзбен жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ба? Мен дайынмын. Ал енді бастайық. Бірінші сұрақ: балалармен жұмыс қиын ба, қызық па? Қызық. Тәрбиешінің жиі айтылатын сөзі? Тыныш отырыңдар. Балалардан бір үйренген нәрсе? Бір күн демалысыңызда не істейсіз? Ұйықтаймын. Ертегідегі бір сүйікті кейіпкеріңіз? Күлші қыз. Өте жақсы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі бейне подкастымызда тәрбиеші мамандығының қандай да қиын екенін және де ол жүрекпен жасайтын мамандық екенін көзіміз жетті. Аяулым Нариман қызы, сізге шын жүректен өте үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс,
денсаулық және де үлкен жетістіктер тілейміз. Сіздерге көп рахмет. Осындай пайдалы жобалар көбейе берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.